Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен тіл дамыту теориясы мен әдістемесі бойынша мектеп жасына дейінгі балаларды монологты сөйлеуге үйрету тақырыбы бойынша лекциямызды тыңдаймыз. Лекцияның жоспарына тоқталатын болсақ, монологты сөйлеу және балалардың қазақша монологты сөйлеуін қалыптастыру әдістері бойынша танысамыз. Келесі сабағымызды бастамас бұрын диалог туралы өткендегі алдыңғы сабақтағы диалог туралы бір қайталап өтейік. Диалог деген не ол? Сөйлеу өзінің ішкі түрі мен мазмұнына қарай диалогты және монологты болып бөлінеді деп тұрмыз, иә? Диалог грек тілінде бірнеше мысалы сөз сөйлеу дегеннен шыққан екен. Яғни екі кісінің немесе үш кісінің бір-бірімен сөйлеуі. Міне бұны біз диалог деп айтамыз. Енді бүгінгі жаңа сабағымызға тоқталайық. Монолог бұл кейіпкердің көпшілікке қарата немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет, уағызы болуы мүмкін. Монолог сөз өнерінде кейіпкердің ішкі жан күйін, толғанысын, тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылатын тәсілдің бірі. Монологтың ерекшелігі бір адамның ойы, сөзі көрініс табады. Монологта кейіпкердің ойы тұжырымдалып айтылып, оның жай күйі айқын аңғарылады. Монологты ғылыми тұрғыда мысалы интерперсоналды сөйлеу деп атайды. Монолог сөйлеудің жанрлық сипатына байланысты қызметтік, коммуникативтік жағдайда қатысты, мысалы хабарлау, пайымдау, үгіттеу, тағы да басқа сол сияқты кейіпкердің төл сөзі, не болмаса ғылыми баяндама, насихаттық сөздер болып бөлінеді. Мәтінде монолог диалог үлгісінде де, диалогпен араласып та келе береді. Соңғы жағдайда диалогтық, монологтық сөз кестелері араласып, әрекеттесіп, олар бірге қолданып отырады. Енді монолог дегеніміз сөйлеуші өз ойын бір, не болмаса бірнеше көп адамға арнап айтатын ауызша сөйлеу әрекеті. Монологтың бір көрінісі ретінде көркем шығармада әсіресе мысалы прозалық дүниедегі авторлық баяндау. Бір жағынан әдеби тілді ауызекі сөйлеу түріне біршама жақындатса, екінші жағынан тыңдармандар мен оқырмандарды оқиғаға араластырып жіберетін ұлы сөз зергерлері де бар. Демек, монолог туралы сөз болғанда тек көркем әдебиеттегі мысалдарды келтіру бір жақты болады. Ғылыми баяндамада көпшілік алдында сөйлегенде екеу, үшеу ара сөйлескенде де монологтың шебер құрылуы арқылы тыңдарманмен диалог құрып кететін кездері де болып тұрады. Енді балалардың қазақша монологты сөйлеуін қалыптастыру әдістеріне тоқталатын болсақ, балаларды диалогтық сөйлеуді, монологтық сөйлеумен қатар үйретілуінің, меңгеруінің мәні зор. Өтілген материалды тұтас мазмұндау, түсіндіру және жүйелі айтып беру монологтық сөйлеуге тән қасиет болады. Монолог негізі гректің монос бір, жеке және логос сөз, сөйлеу дегеннен ұғымынан шыққан екен. Оның мәнісі бір сөз, жеке сөйлеу деген мағыналарды аңғартады. Мұнда бір ғана адам сөйлейді, басқа адамдар оларды тыңдайды. Мысалы, тәрбиеші бұл кезеңде балаларға әңгімені не болмаса ертегіні айтып берсе, бұл жерде бұл монологты сөйлеу. Монологты сөйлеуде грамматикалық құрылым заңдылықтар сақталып, тиянақтай ой қорытындысы жасалады. Баланың материалы, мысалы, өлең мазмұнын, әңгіме ертегіні түсіну, мазмұндау, ауызша қайталап айтуы, ауызша баяндап жеткізуі, мұғалім алдында ойды жеткізе төселуі монологты сөйлеудің негізгі көріністері болып табылады. Міне балаға сіз мысалы ертегіні айтып берсеңіз, не болмаса әңгімені айтып берсеңіз, бала сіздің алдыңызда айтады. Бұл осы монологты сөйлеудің әдіс тәсілдеріне жатады. Сөйлеуді дамыту оқу қызметінде баланы монологтың тілін дамытатын түсінікті тілде мынандай әдістер қолданылады. Енді бұл мектепке дейінгі білім беру саласында қолданылатын әдістер. Ауызша түсіндіру. Бұл әрине тәрбиешінің сөзі. Ауызша мазмұндап баяндаудың бір түрі, яғни теориялық әлі практикалық материалдан
өзара заңдылықтарына сәйкес қолданылатын әдістер. Бұл кезде мысалы тәрбиеші не істейді? Балаға беретін затты, түсіндіретін затын ауызша айтып түсіндіреді. Мәселен, сөздің қосымша мағынасынан синоним, антонимді, бейнелі сөздер мен тіркестерді бала санасына дұрыс қабылдату үшін аталымдарын өздеріне тапқызып, нысандарын түсіндіре көрсету үшін, көрнекіліктер мен қосымша білім беру үшін тәрбиешінің ұғынықты түсіндіру тәсілі қолданылады. Екінші тілді үйрету мақсатында бұл әдіс тәсілдердің арнайы жүйесі қалыптасуы керек. Мектеп жасына дейінгі балаларды мемлекеттік тілге оқытқанда тілдік элементтерге сөз, немесе тіркес, сөйлем, тікелей үйрету тәсілі жүзеге асырылса, орысша сөйлейтін балаларға түсіндіру үшін ішінара аудару тәсілімен сол түрде жүргізілетін болады. Енді аударма бұл салыстырмалы әдіс. Сөз бен сөйлемді үйреткенде болмаса аз қолданылады. Сабақтарда тіл негізінен аралас әдіс арқылы оқытылады. Яғни балалардың тілді меңгеру деңгейлеріне, қабілеттеріне қарай түсінетін жағдаятта тілді үйретуші қазақ тілінде сөйлесе, ал жаңа материалды өтуде екінші орыс тілін пайдалануына шектеулі уақыт береді. Пікірдің дәл анық қабылдану үшін қазақ тіліне сәйкес таңдалған мәтінді мағлұматты түсіндіру тәртібі бұлайша жүргізіледі. Әрбір сөз белгілі ұғымда беріледі. Сөз бен ұғым бір-бірімен өзара тығыз байланысты болады. Бірақ олар тең дәрежеде қолданылмайды. Себебі сөз тілдік құбылыста қолданылады, ал ұғым ол ойдың формасы, ойында болады. Тілсіз ешқашанда сөйлем болмайды. Ұғым тілде сөз арқылы аталады. Сондықтан белгілі бір ұғым берілген атауларды сөз дейміз. Мысалы айталық аға, іні, бала, жол, биік, аласа, бұл жай тек сөздер болып есептеледі. Енді ауызша мазмұндау. Монологты сөйлеудің бір түрі баланың оқыған мәтінді түсінгені және қалай меңгерген байқап білу тәсілдеріне саналады. Ауызша түсіндіру мен ауызша мазмұндаудың бір-бірімен аздап та болсын өзінің бірге ерекшеліктері бар. Ауызша түсіндіруде негізінен тыңдаушының ойын, назарын аударып, дерексізден деректерге қарай ұғындыру амалы мен тәсілі басым. Сондықтан түсіндіруде беріліп отырған нысанның өзіндік белгілеріне қарай айтылатыны ой өте анық және ықшамды болуы тиіс. Ал ауызша мазмұндауда тыңдаушының ойы, қиялы, елесі, сезімін оятып, объектіні көркем бейнелеп беру қасиетті күшті келеді. Мысалы, тәрбиеші ертегіні балаға ауызша мазмұндау үшін баланың қиялын тудыратындай анықтап, сөздерді айқын айтып, оған небір қиялды дауыс ырғағын келтіріп айтып, балаға түсіндіруге болады. Енді сіздерге мен бір бейне жазбаны көрсетейін. Бұнда автордың жаңа әңгімені балаларға айту барысында монологты сөйлеу көрсетілген. Ертеде жақсылық пен жамандық деген екі дос болыпты. Күндердің бір күнінде екеуі аттарын жүгендеп, жол азығын түгендеп жолға шығады. Сөйтіп, тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын демде тауысады да, жақсылыққа былай дейді: менің азығым таусылды, аштан өлмесем болды. Сонда мейірімді досы: келе ғой, екеуіміз бөлісіп жейік, деп өз тамағымен бөліседі. Сөйтіп жүріп екеуі жақсылықтың да бар азығын жеп тауысады. Міне көрдіңіздер ме? Бұнда жаңағы автордың балаларға монологты түрде айтуы, бұл жерде дауыс ырғағының келтіруі. Бұнда әрбір нәрсені оқығанда анықтап, келтіріп, тыңдайтындай болу керек. Мазмұндау баланың тіл мәдениетін өсіруде үлкен қызмет атқарады. Көбінесе мәнерлеп оқуға қарағанда ауызша мазмұндауда балалардың сөздігі мен сөз оралымы көбейіп, пассив сөздігі мен актив сөздігі, яғни қолданылып жүрген сөздігі молая түседі. Меңгерілетін сөз көп қолдану нәтижесінің аясында кеңейіп, актив сөзге айнала бастайды. Сөйтіп, ауызша мазмұндауда объектінің өзіндік ішкі белгілері түгел қамтылады. Заттың ішкі, сыртқы көрінісі
толық түрінде жеткізіледі. Енді тәрбиеші ата-ананың мәтінді оқу үстінде, мысалы тәрбиеші және ата-ана мәтінді оқу үстінде мына сияқты тілдік фактілерді ескерген жөн. Енді біз монологты түрде, мысалы монологты сөйлеу үйрету барысында тәрбиеші іште балаға ертегі айтады, әңгіме айтады, баяндайды. Ата-ана да үйде не істейді? Балаларына өзінің ертегі кітаптарынан ертегі оқып береді, ертегі айтады. Сол кезде мына көрсетілген фактілерді ескерген жөн. Оқу тұсында сөйлем ішінен жеке әріпті, жеке буынды, жеке сөзді қалдырып кетпеу керек. Мәтіндегі жеке әріпті, буынды сөзді, сөз тіркестерін қайталанбау. Жеке дыбыстардың, сөздердің және сөз тіркесінің ауыстырылмауы. Оқу үстінде сөз бен сөздің сөйлемнің байланысу жақтарын еске түсіру мәтінін оқуда орфоэпиялық жақтан мінсіз болу. Және соңғы мәтінді оқуда мәнерлеп оқу тәсіліне баса назар аудару керек. Енді бүгінгі осы тыңдап отырған лекцияларымызға байланысты мен сіздерге мынандай тапсырма бердім деп тұрмын. Жақсылық пен жаңа көрсетілген жақсылық пен жамандық туралы бейне жазбаны оқып, жаңа көріп, тыңдап болғаннан кейін тыңдаған шығарманы әңгімелеуге балаларға арналған жетекші сұрақтар дайындаңыздар. Барысы сіздер толық мына көрсетілген сілтеме арқылы көресіздер. Бүгінгі лекциямызға қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.